Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Сол емшілер қазір көбейіп кеткен біздерде. Не қылып жатырсың десе, мен емдеп жатырмын дейді. Сондай да емдеу бола ма? Бір ауырып жатқан адамдарды көреді, барады да қой сой дейді. Оған қой сойдырады. Атам қой сойдысын деп жатыр дейді. Атасы қой сой деп айтқаннан кейін ауру бейшара шынымен енді атасы қой сой деп жатса, маған шипасы болып қалар ма екен деп қойды сойып келіп жүреді. Қойдың етін барлық машинесіне жүктейді, алып кетеді, қанын ауырып жатқан адамға тастайды. Сөйтеді де оған сондай кеңес айтады, мына қанманан толық денеңнің барлығы мына қанды денеңе жағып таста. Бір апта бойы шомылма дейді. Ал енді қан деген нәрсе бір апта бойы емес, жарым күннің ішінде күннің ыстығында сасып шыға келеді. Ал енді ол тауып емдеп жатқан адамын құдды бір шомылмай жүрген моңғолға ұқсатып қояды. Бір жағы бұл қан деген нәрсе харам. Шошқаның етінің жанында келеді Құранда. Аллах тағала Құранда бауыздалмаған мал, шошқа деп келтіреді ғой. Сонда бауыздалмаған мал дегені бауыздап тастау керек дегені. Сонда жағы малдың бойындағы бүткіл қанның бәрін шығарып тастау керек. Сонда оның еті халал болады деп жатыр. Бұл енді қанның өзі харам болып тұрған болса, Құран харам деп тұрған болса, нәжас деп тұрған болса, былғаныш деп тұрған болса, оны адамның үстіне жағып қойып, етін алып кетіп тұрған болса, бұл барып тұрған алаяқтық. Енді шындығын айтайын, енді бір досым айтады, ағам ауырып қалған еді дейді. Жаңағыдай костяной рак болып ауырған еді дейді. Сөйтсем бір жеңгемнің туысқаны бар екен дейді. Ол туысқаны Луначарканың адам екен. Сөйтсе келіп алып, жаңағы костяной рак, сүйек ауруында ауырып жатқан адамның үстіне қан жағып тастапты дейді. Бұған қанның не керегі бар я? Оған уже диагноз қойылған, уже врачтар қойды диагнозды. Біраз жатса кетеді деп үйіне қайтарып жіберген болса, неменеге қан жағып жатырсың енді оған енді? Мінекей, осындай біздерде алаяқтар көбейіп кетті. Біздің жағы мемлекет осыларға тосқауыл қоймаса, көбісін адамдардың көбісін арам қатырып қойып жатыр. Бір күні Алматыға кетіп бара жатқан едім. Мен сақалымды көріп, жап-жас бір қыз жаныма отырам деп рұқсат сұрады. Мен айттым, отырсаң отыр қарағым деп отырғыздым. Содан кейін жаныма отырды да жылады. Неге жылайсың қызым деп едім. Сөйтем, анам дейді, сәл ауырып қалды, сырқаттанып қалды дейді. Бір тәуіп келді де, адыраспанды қайнат, адыраспан суына шомыл деп айтты дейді. Адыраспанды қайнатып, адыраспан суына шомылған екен, іріңі со дәрежеде бірдесін сүйекке дейін өтіп кетіп, анасы қайтыс болып кеткен. Бұл тәуіптердің бәрі экспериментальный қылады. Болжаманнан қылады. Мынаны істеп көрсем, қалай болар екен деп, адамдардың бәрін, баяғыдан алымдар тышқанға эксперимент істеу жүрді ғой. Осыны тышқанға істеп көрейік. Бірінші тышқанға істесек, тышқан өлмесе, адам да өлмейді деп, тышқанға эксперимент істеген. Қазір тәуіп дегендер, емшімін дегендердің барлығы экспериментті адамдарға істейді. Осыны істеп көрейін мына адамға. Егер адам өлмесе, басқа адамға осы емді қолданайын, шипаны қолданайын деп. Міне экспериментальный адыраспанға шомылғың деді. Қыздың анасы адыраспанға шомылды, өліп тынды. Көп тәуіптер мынау адамдарды өлтіріп тындырып жатыр. Енді адам ауырған болса, шипа ислами болады, және медицинский болады. Ислами дегені Құранға дем салып, олардың жынын шығарып тастайды. Құранға дем салып, олардың ауруын шығарып тастайды. Және десе Құранға болмайтын нәрсені Құраннан дем салатындар, Құраннан дем салып жын шығаратындар бірдесен айтады. Бұл Құранның емдейтін нәрсесі емес. Бұны медицина деп медицинаға жіберіп отырады. Жақында осы менің мына Қырғызстанда бір досым бар еді. 10 класста оқитын қызы ауырып қапты. Кел дегеннен бардым, ары-бері дем салдым, ешқандай ештеңе байқалмады жағыдан. Бір Құраннан жазылатын ештеңе байқалмады. Онан кейін мен айттым, мына Құрандікі емес мынау дедім. Бұл ненікі дедім. Медицинанікі дедім. Содан менің өзімнің ұстазым болған, Андижанда соған жібердім, видеоға түсіріп. Сөйтіп ол видеодан көріп тұрып бірдесен айтты, мынау барлығының ішінде жын бар деп айқайлап, сендер не қыла бересіңдер, бұның ішінде жын да жоқ, бәле де жоқ, бұнікі медицинский ауру деді.
Keyin apardıq Андижанға, апарған едік Андижанға. Өзінің медицина жағынан емдей алатын бір кісісі бар екен. Сол кісіге апардық. 4 укол, 1 лента дәріменен жағының ауруын сап тиіп орнына келтірді. Енді жағы түкті де білмейді, өздері сауатсыз, өздері надан, қан жағады, бәлені жағады, ананы жағады, сөйтіп жүріп, адамды өмірден бездіретті, өлтіріп тастап жатыр. Міне осы емшімін деген бәлелердің барлығы осы адамдарға үлкен, көп зиян келтіріп жатыр. Мысалға, Құранмен емдейтін нәрсені олар жағы қан жағып, үйтіп, одан бетер өршітеді да, жағы адамның асылы өліп қалуына себепші болады. Bir күні бір тәуіптің алдына бардым. Сөйтсем тәуіптің алдына барсам, жап-жас бір бала ойбайлап, мені атып тастаңдар, өлтіріп тастаңдар деп жылап шыңғырып атқан екен. Не болды бұл балаға десем, қуық тоқтап қалған дейді. Қуық тоқтап қалған болса, енді оның адономия ғой, енді оны медицинаға апару керек. Жоқ, оны жағы тәуіп дем салып, кеше мен бұған сигарет шекпе деген едім, сигарет шегіп қойып едім, міне зәрі тоқтап қалды деп жағы алдап, алаяқтығын білдірместен жағы адам баланы емдеймін деп не қылып жатқан екен, мен кейін кетіп қалдым. Ол баланың күні не болды мен білмеймін. Бірақ жағы есіктен төрге дейін, төрден есікке дейін дөңгелеп, мені өлтіретін адам бар ма деп шыңғырып жатқан өз көзіммен көрген едім. Сондықтан сөйтіп адамдарды қырып өлтіріп жатқан мынандай тәуіптерге, емші сымақтарға қашан тосқауыл болады? Билік жақтан қашан тосқауыл болады? Біреудің адамы өліп жатса, оларға бәрібір де енді. Олар әйтеуір ақшасын алып отырса болды. 10 күн кел, 20 күн кел деп, әрбір келген сайын жағы келіп отырған адам 5.000 теңгеден тастап отырса, олардың жағы жеп жатқан ауқаты майлы, киіп жатқан киімі бүтін жақсы болып қалады. Ал енді оған мен оның тауып жатқан ақшасын қызғанбаймын ғой. Сөйтіп жүрген кездерде анау ақша төлеп жүрген адамдар я асылы өледі, я болмаса басқа медицинский болса ауруды жағы ұлғайтып алады да аурудан өледі. Сондықтан осы жақтарына да біздің билік жақтан үлкен жағы тексерулер болса, оларға лицензия беріп тастапты жағы. Ешқандай бір емші деген лицензия беріп қойған, солардың барлығы лицензияны алып тұрып, елдерді қырып жатыр. Сондықтан осы жақтарына біздің мемлекеттегі депутаттар, министрлер осыған көңіл бөлсеңдер, осыларды бір тексеру қойсаңдар, жақсы болар еді деп өзім ойлар едім да.